Қолдарына балаларын балабақшадан алып кету керек деген хабарлама тиген сәттен ата-аналардан маза кеткен болатын. Олар өз құқықтары тапталып отырғанын алға тартып, жаңартылған білімді қабылдауға бұл жастағы бүлдіршіндер дайын емес деп қарсылық білдірген еді. Бүгінгі брифингте аталмыш мәселеге қатысты сұрақтарға жауап берілді. Все дети остаются по желанию, конечно, родителей. Балалар ата-ананың қалауымен оқитын болады. Оларды орта топта қалдырады ма өздері біледі. 5 жастан бастап балабақшадан шығару мәселесі дұрыс емес. Бұны алғашқы болып ТДК 42 телеарнасы көтерген болатын. Ол уақытта балабақшада тиісті басшылар болмаған. Міндетін атқарушы ретінде әдіскерлер жұмыс жасаған. Орал қаласында мектепке дейінгі мекемелердің жетеуі аталмыш жаңашылдықты тез қабылдап, іске асыруға кіріскендердің қатарынан табылған. Бұл өзгеріспен келіспеген бір топ ата-ана наразылық білдіріп шыққан еді. Бүгінде мәселенің бір қайнауы кем болғаны белгілі болыпты. Здесь есть вина руководства отдела образования. Бұл жерде білім бөлімі басшылығына қатысты шикілік бар. Олар хабарламаны жеткізгенде дұрыс заңды түсіндірмеген. Кім кінәлі екендігі анықталатын болады. Қазіргі таңда білім бөлімінің басшысының орынбасары денсаулығына байланысты демалыста. Сондай-ақ Төре Мұратова да кезекті еңбек демалысын алып отыр. Осыған байланысты тергеу жұмыстары тоқтап тұр. Алда бір шешім шығаратын боламыз. Енгізілген жаңашылдықтарға қатысты түсіндіру жұмыстары оқу жылы қарсаңына дейін жүргізілетін болады. Оған сай әр ата-ана өз бетімен шешім қабылдауға құқылы. Эльмира Рахмешева, Айболат Жақыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.